Жазылмаған дала заңының бұзылмай берік болуын ата-бабаларымыз қатты қадағалаған. Сондай дәстүрдің бірі қазақ халқына ғана тән жеті ата. Тарихқа үңілсек, 15 ғасырдағы қазақ хандығын басқарған Жәнібек ханның жарлығымен кім жеті атаға жетпей отау құрған жағдайда өлім жазасына кесілген. Содан бері қазақ патшалары осы ұстанымды берік ұстап, кейін жеті ата жарғыда бұл тыйым ресми түрде бап болған. Неліктен десек, ең маңыздысы ұлттық қан тазалығын сақтай отырып, салауатты ұрпақ дүниеге әкелу. Осы орайда Жүсіп Баласұғұнның «Әйел алсаң төрт рудан алыстал, ол болмаса ей азамат қалыс қал» десе, Хакім Абай сыйласарлық тектінің кім танымас нұсқасын деген. Осы бабалардан қалған өсиет ұрпақтың болашағы үшін айтылған. Жеті ата дәстүріндегі қан тазалығын қазіргі уақытта өркениетті елдердің дамыған медицинасы мойындауда. Жеті атасын білу тек өз абыройы ғана емес, ұлттың болашағына әсер ететін қозғаушы күш. Сондықтан саналы ұрпақ тәрбиесінде Ахмет Байтұрсынұлының сөзімен айтқанда, өткеннен дерек беретін шежірені әркім біліп ұлықтауы тиіс.